Бүгін үй жағдайында жасалу жолы өте қарапайым макси чай жасадым. Қыздар міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Керемет болып шығады екен. Бізге керегі қайнап тұрған 5 литр суға кез келген шайды қолданасыздар. Мен мына жерде каркаде шайын қолдандым. Сіздер қарапайым қара шайды қолдансаңыздар болады. Осылай жақсылап алып 2 штук. Соны осылай алмастырасыздар. Одан кейін үстіне науат саламыз. Науатты енді өздеріңіздің татымына қарай қосасыздар. Науатты салып, тағы да бір мәрте қайнатамыз, себебі науат еруі қажет. Және науат ерігеннен кейін қайнап жатқан үстіне 3 дана апельсин, жарты лимонымызды салып, және оның үстіне жуылған таза мятамызды салып, араластырып 1 рет қайнатасыздар. 1 рет қайнағаннан кейін астын сөндіріп, одан кейін сүзіп аламыздағы салқын жерге суытуға жібереміз. Енді салқындағаннан кейін ішіп көрсеңіздер, кәдімгі біз дүкеннен алып жүрген макси чайға ұқсайды. Сондықтан жасап көріңіздер. Газированный су ішкенше, одан да осындай сусын жасап қойыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Әлден Гаухар. Қазақ тіліндегі YouTube каналыма тіркеліп қолдап отырдыздар. Алдағы уақытта бірнеше рецепттермен шығарып бөлісіп отырамын. Ас болсын, келесі кездескенше аман есендікте болайық. Осылай сүзіп ұлыма ұсындым. Ұлым дәмін көріп, керемет екен анашым, как макси чай деп ішіп алды. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін.